Фильм екі өте жалқау жас жігіттен басталады. Біріншісінің аты Love, екіншісінің аты Hard Dick. Бұл екі жас жігіт өзінің үшінші досы Баннидің пәтерінде тұрады. Love және Hard Dick соншалықты жалқау, олар қашықтан басқару пультінің қасына жақын жатқанын біле тұра, оны кім алатыны туралы бір сағат бойы дауласып жатады. Екеуінің өмірі тек кешелерден, ішуден және есірткіден тұрады. Ал Банни олардан мүлдем өзгеше мейірімді және аңғал. Ол оларға пәтерінде тұруға рұқсат береді, кейде тіпті ақша береді. Оның үстіне, ол оларға жұмыс тауып берген. Өзі жұмыс істейтін компания олардың мазасыздығына шыдап, бәрін олар үшін жасайды, өйткені оның басқа достары жоқ. Келесі күні үшеуі компанияға бірге барады, бірақ Hard Dick Love жұмыс істемейді, олар дәретханаға ішуге барады. Hard Dick Love'дың қызы туралы айтып, одан аулақ болуға кеңес береді, өйткені ол қыз онымен тек ойнап жүргенін сезеді және олардың қарым-қатынасы байыпты емес. Love бұл әңгімеден ренжиді, қызын қорғап, олардың қарым-қатынасы байыпты екенін дәлелдейтінін айтады. Love өзін толық өзгертуге, өмірін өзгертуге, табысты адам болуға және қызына ресми түрде ұсыныс жасауға шешім қабылдайды. Love жұмыстан оралған соң бұрын қолданған барлық алкоголь мен есірткіні тастайды және өмірін өзгерте бастайды. Сол уақытта Hard Dick компанияда кеңседегі бір қызға жақындауға тырысады. Алайда компания менеджері бір нәрсені ұмытып қалғандықтан оралғанда Hard Dickті осы компроматтық жағдайда ұстап, оны жұмыстан шығарады. Hard Dick үйге оралғанда одан да көп ренжиді, өйткені Love барлық алкогольді тастаған. Love Hard Dickті мазақ етіп, оның да өмірін өзгертуі керектігін айтады. Содан кейін Love қызымен кездесуге дайындалады. Love шынымен қызымен кездесуге барады, сақина алып, ұсыныс жасауға дайын. Бірақ ол қызымен отырғанда көрші үстелде отырған бір жас жігіттің оларға қарап отырғанын байқайды. Love сол жас жігітке барып, неге үнемі қарап отырғанын сұрайды. Екеуі төбелесіп бір-бірін ұра бастайды. Осы кезде Love'дың қызы оларды тоқтатады. Ол Love'ге бұл жас жігіттің оның жігіт екенін және ол Love'ды тек сыйлықтар үшін алдап жүргенін мойындайды. Love қатты есеңгіреп, олардан кетіп қалады. Love'дың қызы үстелге оралғанда Love сатып алған сақинаны көріп, оған қатты әсерленеді, бірақ Love қайтып келіп, сақинаны одан алып кетеді. Love үйге қайтып, өте ренжіген және қайғылы күйде келеді, өйткені ол оның үшін өзін өзгертуге және өмірін жақсартуға шешім қабылдаған еді. Осыдан кейін Love өмірін қарама-қарсы бағытта өзгертуге шешім қабылдайды, яғни бұрынғы кешелер, ішу және есірткі өміріне тіпті одан да көп дәрежеде оралады. Hard Dick мұған өте қуанады, мақтанады және олар бір-бірін құшақтайды. Осы кезде, Банни жұмыстан оралып, менеджер оның жұмысына қатты әсерленіп, оны көтермекші болғанын, бірақ көтермес бұрын басқа компания басшыларымен Га аралында сұхбат өткізуін қалайтынын айтады. Сапары компания есебінен болады. Hard Dick Love мұған өте қуанады және онымен бірге осы аралға баруға шешім қабылдайды, өйткені бұл арал Үндістандағы ең әйгілі жазғы демалыс орындарының бірі. Келесі күні олар Баннидің көлігімен Га аралына барады. Банни өте ренжіген, өйткені ол тегін ұшақ билетінен бас тартып, олармен бірге көлікпен баруға мәжбүр болды. Hard Dick оған екеуінің өмірі өте қиын екенін және онымен бірге осы сапарға шығу арқылы өздерін көңіл көтергісі келгенін айтады. Банни әлі ренжіп, бұл сапар олардың өміріндегі ең жаман сапар болатынын айтады. Кейін олар аралға келеді. Love және Hard Dick суға түсіп, әзілдесіп көңіл көтереді. Осы кезде Hard Dick кетіп, Love суға жалғыз қалады. Су ішінде ол өте әдемі Лана деген қызбен танысады. Олар Facebook'те дос екенін біледі. Лана оған өзінің достарымен Гаға жақын аралдағы кешке баратынын айтып, оны да сол кешке шақырады. Ол бұл кештің өте құпия екенін, оны орыс мафиясы ұйымдастырып жатқанын түсіндіреді. Love бұл идеяны өте ұнатады және кешке келетінін айтады. Сол уақытта Hard Dick әдеттегідей жағада кез келген қызға жабысуға тырысады. Осы кезде Love оны тауып, орыс мафиясы ұйымдастырған құпия кеш туралы айтады. Hard Dick те бұл идеяға қатты қызығады, бірақ екеуі ақшаларын санап жетпейтінін көреді. Сондықтан олар Банниге жүгініп, оны да өздерімен бірге кешке алып кетуге шешім қабылдайды. Ол қосымша шығындарды төлейді. Банни олармен бірге баруды қаламайды және ертеңгі жұмыстағы басшылармен сұхбатқа дайындалғысы келеді, бірақ олар қыңырланып, оны өз көлігімен алып кетеді.
Олар жағаға жеткенде аралдың өте алыс екенін көреді. Сондықтан Хардик Баннидің көлігінен түсіп, қайық жалдап, оларды аралға апарады. Олар қайықпен аралға барады. Келген соң кеш жүріп жатқанын, орыс мафиясын көреді және атмосфераны өте ұнатады. Лав олардан бөлініп, Ланамен кездесуге барады. Шынымен Ланамен кездесіп, оны көрген бойда өте тартылады және олар бірге билейді. Кейін олар кештен шығып, біраз уақыт бірге отыруға шешім қабылдайды. Біршама уақыттан кейін орыс мафиясының адамдары есірткі таблеткаларын көтеріп кіреді, оларды кеште сатып жатады. Хардик олардан сатып алғысы келеді, бірақ таблеткалардың бағасы өте қымбат екенін көреді. Кейін ол бір қызды жағаға алып кетіп, түнімен бірге болады. Сол уақытта Лав Ланамен отырып әңгімелесіп, оған жақындауға тырысады, бірақ Лана оны тоқтатып, ол жақсы жігіт екенін, бірақ оған жақындағысы келмейтінін айтады, өйткені ол оның жақында сәтсіз романтикалық қарым-қатынастан шыққанын біледі және оның ескі қарым-қатынасынан құтылу үшін пайдаланатын қыз болғысы келмейді. Ол оны тастап кетеді. Осы кезде кеште таблетка ішкендердің бәрі қатты шаршап, оғаш әрекет ете бастайды. Келесі күні Хардик жағада оянады және кенет 3 адамның бір жас жігітке шабуыл жасап жатқанын көреді. Хардик есеңгіреп, не болып жатқанын түсінбейді, бірақ Лав оған қосылады. Олар жағдайды түсінуге тырысып, Банниді іздейді. Банни осы кезде қорқынышты және оғаш көрінетін бір қызбен отыр, бірақ ол бұрын қыздармен отырмағандықтан ұялады және тіпті оның бетіне қарамайды. Бірақ Банни оның бетіне назар аударғанда қорқа бастайды және оның әрекеттерінен шошыды. Достары оны шақырып келгенде ол тез оларға қарай жүгіреді. Үшеуі бірге жүріп кештегі адамдар қайда кеткенін ойлайды, өйткені арал бос сияқты. Хардик оларға орыс мафиясының таблеткаларын көргісі келгенін, бірақ ақшасы болмағанын айтады. Кенет олар сөйлесіп тұрғанда өте қорқып жүгіріп келе жатқан бір адамды көреді. Олар одан не болып жатқанын түсінуге тырысады, бірақ ол адам орысша сөйлейді және олар бір сөз түсінбейді. Ол оларға аралдағылардың бәрі каннибалға айналғанын ескертіп жатыр, бірақ олар түсінбейді. Осы кезде ол адам оларға тыныш болуды айтады, өйткені айналада оғаш дыбыстар бар. Кенет 3 жұқпалы адам пайда болып, сол адамға шабуыл жасап, тістеп жей бастайды. Лав, Хардик және Банни мұны көрген бойда есеңгіреп, қорқып қашады. Олар қашқан кезде, бұл жұқпалы адамдар айналада толық, сондықтан олар үнемі қашады. Банни олардың ішінде ең қорқатыны, сондықтан Хардик оны тыныштандырып, олар бұл жерден шығатынын айтады. Лав оларға Лананың осы төбенің үстінде тұратынын айтып, оны тексеріп, өздерімен алып кету керектігін айтады. Алғашында Хардик және Банни бас тартады, бірақ соңында келіседі. Жолда олар кездескен жұқпалы адамдар туралы талқылайды. Хардик оларды зомби деп атайтынын, және олар туралы білетіні баяу қозғалатынын айтады. Олар зомбилердің баяулығын өз пайдасына қолдануға шешім қабылдайды. Содан кейін олар Лананың үйіне келеді және терезеде қан көреді. Лав Лананы шақырады, ол өзін түні бойы бекітіп алған бөлмесінің есігін ашады. Лана оны көрген бойда қатты қорқып құшақтайды. Хардик оны құшақтап, жұбатады. Содан Лана оларға кештен достарымен оралған соң бір досының өте ауырып, кенет достарының бір-бірін тістеп, жеп жатқанын, ал Лана қашып, бөлмеге кіріп, есікті бекітіп, түні бойы іште болғанын айтады. Хардик оны тыныштандырып, оларға қозғалу және бұл жерден қашу керектігін айтады. Шынымен олар жүреді. Жолда Хардик Ланаға ол өте әдемі екенін айтады. Лав оған Ланадан аулақ болуды және оны ойламауды айтады, өйткені оны бірінші болып ол тапқан. Осы кезде олардың әңгімесі Лананың 3 досының зомбиге айналып, оларды қорқытып үзіледі. Хардик олар қыздар екенін және олардан күштірек екенін айтып, бетпе-бет келетінін айтады. Шынымен әрқайсысы ағаш бұтағын алып, сол қыздармен бетпе-бет келеді, бірақ оларды жеңе алмайды. Осы кезде біреу кіріп, 3 қызды атып, оларды құтқарады. Бұл адам орыс мафиясының босы Борис және оның көмекшісі Николай. Борис барлық зомбилердің өлгенін тексеріп, содан кейін 4-еуінің де тістелмегенін, зиян келмегенін тексереді. Қауіпсіз екеніне көз жеткізген соң Борис өзін және көмекшісін таныстырады. Ол өзінің барлық адамдарының өлгенін айтып, дауыстарын мүлдем басуға бұйырып, онымен бірге аралдан шығудың жолын іздеуге шақырады. Өйткені кеш 3 күнге созылуы тиіс еді, және сол 3 күн өтпей кемелер немесе қайықтар келмейді. Хардик олардың келген қайығы бар екенін және оны жағада қалдырғанын айтады.
Борис өте қуанады және оларға қазір жағаға қарай жүру керектігін айтады. Олар жүреді. Жолда Хардик Бористен қаруларынан біреуін беруін сұрайды, өздері қорғану үшін. Борис олардың ату білесіз бе деп сұрайды. Хардик және Лав өздері снайпер екенін, өте жоғары деңгейде екенін айтады. Борис оларға қару береді, әр оқты үнемдеуді ескертіп, зомби кездесе тек бір оқпен өлтіру керектігін айтады. Осы кезде олар алда бір зомбиді көреді. Екеуі тез жүгіріп барып, оның бүкіл денесіне ата бастайды, әрқайсысы өз магазинін босатады. Бірақ зомби өлмейді де, әсер етпейді. Борис бір рет басынан атып өлтіреді. Ол олардың ақымақтығы үшін және оқтарды босқа ысырап еткендері үшін айқайлайды. Хардик кем дегенде басынан ату керектігін үйренгендерін айтады. Борис одан да ашуланып, оларды тастап кетеді. Олар жалғастырады. Банни Бориске барып, ол орысқа ұқсамайтынын айтады. Борис оның шыққан тегі Үндістаннан екенін, кейін Ресейге көшіп, сонда тұрғанын айтады. Кенет Николай Бориске белгі береді. Борис оларға тез жасырынуды айтып, мәселені көруге барады. Ол үлкен зомби тобының өздеріне қарай келе жатқанын көріп таңғалады. Борис жасырынады, ал Хардик және достары ағашқа шығып жасырынады. Бірақ Хардик ағаштан құлап түседі. Барлық зомбилер өтіп кеткен соң бір зомби Хардикті көріп, шабуыл жасайды, бірақ Борис пышақ лақтырып, тыныш өлтіріп, Хардикті құтқарады. Кейін Борис оларға мұның бәрі кеште сатқан таблеткалардан болғанын айтады. Ол кештің сол таблеткаларды сынау үшін ұйымдастырылғанын түсіндіреді. Бұл таблеткалар ең күшті заңсыз заттардың қоспасы. Олардың әсері соншалықты күшті, бүкіл дене өледі, мүшелер тоқтайды, тек мидың аз бөлігі ғана төтеп береді. Бұл бөлік адам ағзасындағы аштыққа жауапты, сондықтан зомбилер ауырсыну сезбейді және үнемі аш болады, бәрін жегісі келеді. Қазір олар баяу қозғалады, бірақ аштық күшейген сайын күштері мен жылдамдықтары екі есе артады. Ол қашықтықта бір көлікті көреді және оларға қайықты алуға, өзі көлікті алуға баратынын айтады. Олар жағаға жеткенде қайықтың жоқ екенін, олардың қайығында мутацияға ұшыраған қыз отырып, алыстап бара жатқанын көреді. Борис оларға қосылғанда және олар не болғанын айтқанда, ол толқын қайықты қайтаратынын, бірақ 18 сағат кететінін айтады. Сондықтан олар қазір қауіпсіз жер тауып, түнеу керек. Олар көлікке мініп, біршама қауіпсіз сияқты көрінетін вилланы табады. Олар ішіне кіріп түнейді. Түнде Борис Хардиктің жұқпалы болуы мүмкін деп күдіктеніп, оны тексеріп, қалыпты екеніне көз жеткізеді. Борис оларға дос немесе отбасы деген ұғым жоқ екенін, қаншалықты жақын болса да, егер жұқпалы болса, одан құтылу керектігін айтады. Кейін Борис Николаймен бірге бір нәрсе алуға шығатынын, оларға есіктер мен терезелерді бекітіп, барлық шамдарды өшіріп, біреуінің оянғанша күзетуде тұруын кеңес береді. Ұйқы уақыты болғанда бәрі жоғарыға ұйықтауға шығады, тек Банни күзетте қалады. Бірақ Лав ұйықтай алмай, Лонаның бөлмесіне барады. Ол онымен аз әңгімелесіп, жақындауға тырысады, бірақ Лона бас тартып, оны құтқарған үшін рахмет айтып, бөлмесінен шығарып жібереді. Лав бөлмесінен шыққан бойда Хардик Лонаға барады, және ол да жақындауға тырысады, бірақ Лона оны да бас тартып, шығарып жібереді. Бірақ Хардик бөлмеден шыққан бойда артынан бір зомби шабуыл жасайды. Лона оған көмектесіп, зомбиді баспалдақтан итереді. Төменде тұрған Лав мұны көріп қорқады. Күзетте тұруы керек. Банни ұйықтап қалған және ештеңе сезбеген. Олар бәрі зомбиді бетпе-бет келіп өлтіреді. Содан олар зомби қалай ішке кіргенін талқылайды, өйткені барлық кіреберіс бекітілген еді. Кенет олар вилланың алдында үлкен зомби тобы тұрғанын және ішке кіруге тырысып жатқанын көреді. Олар артқы есігі арқылы қашуға шешім қабылдайды, бірақ артқы есікке жеткенше зомбилер виллаға кіріп үлгергенін және оларды барлық жақтан қоршағанын көреді. Лав идея ұсынады. Олар зомби болып кейіп танып, олардың арасында жүру керек, өйткені олар ақымақ жаратылыстар және адам екенін байқамайды. Олар идеяны ұнатады, бірақ алдымен Лавды сынауға жібереді. Лав шынымен зомби болып кейіп танып, олардың арасында жүреді, және олар шынымен адам екенін байқамайды. Бірақ Лав алдынан өзінің бұрынғы қызының зомбиге айналғанын көріп, оны шақырады. Осы кезде барлық зомбилер оның даусын естіп, шабуыл жасайды. Бірақ ол басқалармен бірге қашады. Олар түні бойы қараңғыда ештеңе көрмей жүреді.
Келесі күні олар жүре береді, және кеш өткен жерге жетеді. Ол қазір қиранда болып, өте қорқынышты көрінеді. Бірақ олар жағаға жету үшін сол жерден өтуі керек, айналып өтудің орнына. Сол уақытта олар өте аш, сондықтан бөлінеді. Әрқайсысы шатырға кіріп, жеуге жарайтын нәрсе іздейді. Бірақ олар шатырлар зомбилердің үлкен санына толы екенін көріп, барлық жақтан шабуылға ұшырайды. Олардың бәрі қашып құтылады. Тек Банни шатырда қоршалып, бірнеше зомбидің шабуылына ұшырайды. Олар шатырда қан көріп, Банни өлді деп ойлап қашады. Үлкен зомби тобы оларды қуып барады. Сол уақытта Лана Хардик пен Лавидан бөлініп, үлкен топ оны қуып барады. Осы кезде Борис және Николай кіріп, оны құтқарады және аймақтағы зомбилерді өлтіре береді. Осы уақытта Лав және Хардик атыс дыбысын естіп, оларға қосылып, көлікке мініп кетуге барады. Бірақ көлікте бір зомби бар екен, кенет Бориске шабуыл жасап, тістей жаздайды. Николай қолын зомбидің алдына қойып, Бористің орнына тістеледі. Николай көлікті тоқтатып, олармен қоштасып, орманға кіріп кетеді, ал олар сапарын жалғастырады. Олар жағаға барып отырады. Лана Бориспен дауласып жатады, өйткені ол оларды тастап кеткен маңызды ісінің кокаин толы сөмке екенін түсінеді. Ал Хардик мен Лав өмірлік досы Банниді жоқтап, өздері кінәлі екенін айтып, өкінеді, өйткені оны өзі қаламаған жерге алып келген. Кенет Хардик Баннидің қоңырау шалғанына таң қалады. Жауап бергенде Банни әлі тірі екенін, кеш орнындағы мұнараның үстінде екенін айтады да, байланыс үзіледі. Олар тез сол жаққа барады. Борис оларға қару береді. Олар дайындалып, кеш орнына кіріп, барлық зомбилерді бірінен соң бірін атып өлтіреді. Хардик Банниді алуға барады, қалғандары оның артынан қорғайды. Хардик шынымен Банниге жетіп, оны алып, мұнарадан жанындағы шатырға секіріп, тез қашады. Сол уақытта атыс салдарынан көбірек зомби Борис, Лана және Лавге келеді. Борис оларға кетуді, өзі оларды ұстап тұратынын айтады. Саны табиғи емес көп, сондықтан Борис тірі қалудан үміт үзеді. Лав және Лана Бористен кеткенде Хардик пен Банниге қосылады. Мұнда Банни оларға қоршалып тұрса да қалай аман қалғанын айтады. Ол шатырға кіріп, ішінде бір тірі адамның жасырынып тұрғанын көргенін, барлық зомбилер сол адамға ұмтылғанын, содан кейін Банниге шабуыл жасағанын айтады. Бірақ ол адам кокаин қолданып жатқан, Банни сол кокаинді алып, зомбилерге лақтырған. Ол зомбилердің оғаш тыныштық күйіне түсіп, мүлдем қозғалмай қалғанына таң қалады, осының арқасында қашып құтылған. Осы жерде олардың бәрі кеш орнына қайтып, Бориске көмектесуге шешім қабылдайды. Олар қайтып келіп, кокаин пакеттерін лақтырып, Бориске оларды атуға айтады. Олар аймақтағы барлық зомбилерді кокаин арқылы тыныштық күйіне түсіріп, соңғы сәтте Бористі құтқарады. Борис олардан қашып шығады, бірақ оларға жетер алдында көмекшісі Николайге тап болады, сондықтан Борис оны өлтіруге мәжбүр болады. Ол қалғандарды алып кетеді. Олар жағаға қайтып, мутацияға ұшыраған қыз отырған өз қайықтарын көреді. Бірақ Хардик сол қызды итеріп жіберіп, достарымен қайықты алып аралдан кетеді. Олар Га аралына оралады, ақыры қауіпсізбіз деп ойлайды. Бірақ олар Га аралындағы жағдай одан да нашар екенін көріп, зомбилер осы жерге де басып кіргенін түсінеді. Олар дайындалады.